Қайырлы күн. Бүгін пончиктің рецебімен бөлісемін. Бізге керек 100 мг сүт, 50 грамм ерітілген сары май, 100 грамм қайнаған су, 60 грамм қант, бір жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырып, бір ас қасық дрожж қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық ванильді қант қосамыз. Еліктен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міне тестіміз дайын. Бетін салфамен жауып қойып, ашығанын күтеміз. Міне менің тестім ашыды. Бір қайтара илеп, бөлшектерге бөлеміз. Мен көз мөлшеріммен бөлдім. Шамамен осылай формаға салып шығамыз. Бұл форма кондитерлік дүкендерде сатылады. Осындай формаларға салып, тағы да көтерілгенін күтеміз. 180 градус пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Мен осындай ерітілген шоколад дайындадым. Бетін сәндеуге. Міне пончиктеріміз суыды. Енді пончиктерімізді өздеріңіздің қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Мен осылай ерітілген шоколадқа пончиктерімді бір батырып алдым. Балдар сүйсініп жейтін пончиктер. Пончиктеріміз дайын. Бетін әрлеуге қалауыңыз бойынша сахарный пудра немесе осындай присыпкалар сепсеңіз болады. Ас болсын. Менің каналым ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпа.